Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін сіздермен Айған Зылпиева, 9 сынып химия 1-90 1 БЖБ 2 нұсқаның жауаптарымен бөлісетін боламын. Тақырып электролиттік диссоциация теориясы бөлімі бойынша. Енді бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, А. Магний карбонаты, магний СО3, Б. Феррум 2 С4 3 еселенген. Екінші тапсырмада біз орта фосфор қышқылын 3 сатыда жазып аламыз. Бірінші сатыда H+, H2PO4-, екінші сатыда тағы да H2PO4-ті H+, HPO4 2- деп жазып аламыз. Ал үшінші тапсырмада HPO4 2-, H+PO4 3- тең болады екен. Енді калий OH-та калий және OH- деп иондарға бөліп жазып аламыз. Бұл иондарды бөліп жазудың ең оңай түрі ергіштік кестеге қарап орындасаңыздар болады. Мысалы, H2 силициум OH кремний қышқылы, ол гидролизге ұшырамайды, темір OH3 ол да ұшырамайды гидролизге. Енді келесі бізде үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада бізде бірнеше реакциялар берілген. Ол реакцияларды біз жазып аламыз және ортасын анықтаймыз, иондарға бөліп жазып аламыз. Қолдарыңызға міндетті түрде ергіштік кестені алып алсаңыздар болады. Енді үшінші тапсырманың бірінші реакциясын жазатын болсақ, кальций OH2 плюс H2SO4 нәтижесінде кальций SO4 қосылған H2O. Енді иондарға ыдырататын болсақ, кальций 2 плюс 2OH- плюс 2H плюс SO4 2-, реакциядан кейін кальций 2 плюс SO4 2- және су бөлінеді. Енді соңғы қысқартылған теңдеуінде H плюс OH- тең H2O шығады. Келесі екінші реакция. Екінші реакция бізде алюминий хлор 3 қосылған кальций OH2. Нәтижесінде алюминий OH3 тұнбаға түсіп кетеді. 3 кальций хлор 2 түзіледі. Енді екінші сатысын жазып аламыз. Алюминий 2 алюминий. Мына жерде бір қателік кетіпті. Алюминий хлор 3-тің алдына 2 қоямыз. 2-ні ұмытып кетіппін. Сіздер жазып алсаңыздар болады. 2 алюминий 3 плюс 6 хлор минус плюс 3 кальций. Жаңағы кальций OH2-ның 2-дегі кальцийдің алдына да 3 қоямыз. Плюс 6 OH минус. Тең 2 алюминий OH3-ті ыдыратып жазбаймыз, себебі ол тұнбаға түсіп тұр. 3 кальций 2 плюс ион плюс 6 хлор минус. Енді қысқартылған теңдеуде алюминий 3 плюс қосылған 3 OH минус. Нәтижесінде алюминий OH3 бізде тұнбаға түсіп кетеді. Енді келесі реакция бізде натрий карбонатына күкірт қышқылын қосамыз. Натрий сульфаты, СО2 газ және су бөлініп шығады. Тура жаңағыдай иондарға жазып аламыз. СО2 газ болады, сондықтан оны ионға жеке ыдыратып жазбаймыз. Енді қысқартылған теңдеуінде СО3 2- қосылған 2H плюс СО2 газ бөлінеді және су қалады соңында. Енді бізде төртінші тапсырмада натрий карбонатына хлорсутек қышқылы немесе тұз қышқылын қосамыз. Яғни 2H хлор болып тұр. Мына жерде теңдеуде жазған бойынша. Нәтижесінде 2 натрий хлор қосылған СО2 газ және су бөлінеді. Енді иондарға жазып аламыз бөліп.
2 натрий плюс, СО3 минус, 2H плюс, қосылған 2 хлор минус, тең 2 натрий плюс, хлор минус, СО2 газ, H2O. Қысқартылған теңдеуінде СО3 минус плюс 2H плюс, СО2 газ плюс H2O. H2O түзіледі. Енді бізде 5-ші тапсырмада бар екен. 5-ші тапсырма бізде калий СО3-қа қосамыз, суды қосамыз. Сол кезде нәтижесінде калий OH және H2SO3 шығады. Енді оны дәл алдыңғы реакцияларға байланысты жаңағы ортасын анықтап жазып алсаңыздар болады. Бұл жерде екінші сатысында иондарға жазамыз. Үшінші соңғы қысқартылған теңдеуінде не қалды? Қандай заттар қалды, соны жазып шығатын боламыз. Ортасы бізде таңқурай түс болады, яғни сілтілік. Ортасы сілтілік, таңқурай түсті болады. Қысқартылған иондық теңдеуінде бізде SO3 минус плюс 2H2O тең 2OH минус 2OH минус қосылған H2SO3. Ортасы сілтілік, таңқурай түсті болады.